Достар, біз бүгін күнбағыс көшен жасайтын боламыз. Видео басталмас бұрын арнамызға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Ең алдымен ұнымыздың үстіне сары майымызды өткіштен өткізіп аламыз. Жақсылап барлығын өткізіп аламыз. Печеньені жасап көруге кеңес беремін. Үй жағдайындағы заттардан дайындаймыз. Дәмі өте керемет болады. Майымызды өткізіп болғаннан кейін онымен жақсылап араластырып аламыз. Барлығы біркелкі болуы қажет. Мұз бен майымыз біркелкі масса болғаннан кейін бетіне жұмыртқамызды жарып саламыз. Одан кейін шекерімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Массамыз жұмыртқамен бірікпесе, үстіне азырақ су құйып, жақсылап илеп аламыз. Кейін үстіне тағы ұн қосып, әдемілеп бір масса шығарып аламыз. Массамызды жақсылап илеп аламыз. Илеп болғаннан кейін бетін жауып 5 минутқа қойып аламыз. 5 минуттан кейін бетін ашып, мінекей түрі осындай болды. Өте керемет, жұмсақ болып тұр. Қатты жұмсақ болмауы да қажет. Одан кейін жаймен жайып бастаймыз. Мінекей бетін жаймендеп жаямыз. Біз конфетімізді алдық. Бізде мынандай безлетная деген конфет. Конфеттің түсі қаншалықты ашық болса, печеньенің ортасы да соншалықты ашық болып тұрады. Ең алдымен конфеттерімізді ашып аламыз. Сіздерге қанша печенье шықса, сонша конфет ашисыздар. Мен ұнымызды сеуіп, үстіне қамырымызды қойып, жақсылап жайып алдық. Қамырымыз қатты қалың емес, қатты жұқа емес, орташа болуы қажет. Бізде мынандай кекстің қалыбы бар. Сіздерде қандай қалып болса, сондай қалыппен бастыруларыңызға болады. Біздің қалыбымыздан осындай керемет гүл шықты. Барлығын осылай бастырып алып дайындаймыз. Бірінші ыдысымызға пленка төсеп аламыз. Пергамент қағаз. Кейін үстіне печеньемізді қоямыз. Печеньеміздің ортасына осылай конфеттерімізді қойып аламыз. Барлығын әдемі етіп жасаймыз. Конфеттерімізді қойып болғаннан кейін духовкаға 80 градусқа салып қоямыз. Мінекей пісу процесі өте керемет, көпіршіктеніп әдемі болып тұр. Міне біздің печеньеміз пісті. Түрі өте керемет. Ауызда еритін
ашты. Сау болыңыздар.